Эфирде заман бүгін Қырмышғалының 1.36 күні девам етмекте. Студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Ишғал-Жілер Махкемесі Ридван Сулеймановқа апсте тұтып мұддетіні девам еттіре білі. Бұ ақта оның адвокаты Эмиль Курбединов білдірді. Ридван Сулеймановны ФСБ хадемлері август айында яқалаған еді. О вақыт Русия Украинаны Қырымда диверсия азырлағанында қабатлап, Ярмадада уч Украин ватандашыны яқалады. Олар арасында Сулейманов та бар еді. Басқы нәтижесінде Сулейманов өз қабатыны таныды. Оне бәрібер Евгений Панов и Андрей Захте яқаланған еді. Олар да басқа алтында қабатларыны таныдылар. Недим Халиловқа қаршы Русия жинай әрекетлер қолана. Бұны Меджлис өз бейанатында білдірді. Недим Халилов не Украин, не де Русия паспортыны алмайып СССР паспортынен яша еді. Ишғал-Жілерге бұл Недим Халиловны Өзбекстанға сұрғын етмеге себеп oldu. Меджлис рейсі Рифат Чубаровның сөздеріне көре бұл халқара құқыққа зыт келе. Бір айдан зияде Недим Халиловны Краснодар вилаетінде ерлешкен шетел гражданлары үшін олған лагерде тұталар. Бұнен разы олмайып Халилов ачлық о 20 кілоға азған. Це таке брутальне порушення міжнародного права, бо опираючись на міжнародне право, Недим Халилов може відмовитися від отримання громадянства держави, яка на його погляд, а у випадку з Росією це абсолютно правильно, яка не несе жодної відповідальності перед громадянином, більш того, вона нехтує його правами, тим більш правами його народу. Ишғал-Жілер 17 Украин мабусыны Киевке юлламаға ваде берген. Бұны Украин омбудсменінің кәтебиеті білдіре. Украина юқары шурасының инсан ақларындан векелетлесі Валерия Лутковская Ахмеджитеки СИЗОда Меджлисінің рейс муавин ақтемчей гозве февраль 26 давасының шақыслары Алиасанов и Мустафа Дегерменджи или Корошкен еді. Бұл шақысларға низбетен та Украина заманында қабатлав қарарына шығарған еді. Ләкин олар 2014 сенесінде не февраль, не де март айларында тақлие черчевесінде эсас топыраққа шығарылмаған еді. Бұл инсанларның бұйық қысмы олар бойынша еш девам ете, ве біз оларның Қырым территориясындан эсас топыраққа алынacağını умут етеміз, ве оларның меселесі мында чезілечек. Яғни оларны я да азат етмеге, я да аписте тұту шарайтлеріні елештірме керек олачақ. Або принаймні покращення умов їх тримання під вартою. Тейфух Гафаров истифаға кеткен ақында білдірді. Бұ ақта өзі Facebook сайфесінде язды. 2014 сенесі август айындан берілі о Ахмеджитінің Ишғал-Жілер шейір мемуриетінің ел башчы муавина вазифесінде чалыша еді. Гафаров миллетлер ара мұнасебеті ве тижарет сағаларында реберлік япайды. Вазифеден кеткен себеплеріні ачықламай. Ишғал-Жілерінен ишбірлік кеткені үшін Меджлис Тейфух Гафаровның тимсалжы органда олған азалығыны тоқтатқан еді. Қырым ве Донбасс Украина еркенына 2020 сенесіне қадар қайтарылмақ керек. Хакимиет ишғал олынған территориялар қайтарылу стратегиясыны ішлеп шығарған. Бұ ақтан әзірлер шурасының топлашуында кележек 3 жылға іш планны тақдим еткен Хакимиет елбашчысы Владимир Гройсман сеслендірді. Донбасс и Крым Донбасс ве Қырым бошатылып ичтимаи ве информацион жеттен реинтеграция yapılmak керек. Таздықланған стратегиямыз енді бар. О кележек 3 жыл девамында бечерілежек планға көрсетілді. І вона закладена саме в цей план дій, який ми будемо виконувати найближчим. 1+1 телеканалы оны лицензиядан марум өтмеге істегенлеріні білдіре. Елбасшылығы қайдеткеніне көре бүгін чалышмаға рұқсет берген лицензия күшіні жоя жақтыр. Телеве радио яйынлары бойынша Милли Шура оны девам еттірме екен. Санки телеканалыны дегер инсанның идарелжігіне бермеге істе екенлері. Бұндан Украина президентінің мемуриетіні қабатлайлар. 1+1 телеканалының сайыбы кеченлері милетлештірілген Приватбанкның елбашчысы Игорь Коломойскийдір. Телеканал елбашчылығы президент Акимиет ве парламент елбашчыларына телеканал лицензиядан марум етілмемесі үшін мұражат язғандыр.
Қырымға боран келе МЧС февкуледе вазиет илан етті. Ярмадада яңы елға суық келе бүгін ве ярын авария реті sıfırдан ашағы 12 дәрежеге қадар түсежектір. Қар олмасы бекленілі баз ерлерде боран ел санеде 22 метрге қадар есежегі тахмин етілі. Yollarda ise buzlavu olacak. Böyle hava yanvarının 4'üne kadar hukum sürecektir. Fevkulade Nazirligi sakinlerine bu günleri muqayt olmağa çağıra. Bu saatqa olған соңки haberimiz еді. Hepinizге қайырлы күнлер тілейім. Daima atayırlı olunuz.